қараңыздар, гипсімді араластырып болдым да, енді кішкене біз бұған жасыл түстен қосатын боламыз. Қараңыздар, мінекей осылай таяқшамен ала береміз, ол ештеңе етпейді. Енді жақсылап аздап араластыратын боламыз. Одан кейін біз оны осы молдымызға құямыз. Бізде жапырақ декор шығатын болады. Мінекей қарасаңыздар. Қараңыздар, мінекей жақсылап араластырамыз. Ол өзінің бір түсі енеді. Мінекей ашық түсте болады. Бұл біз қараңыздар, жап-жасыл болып тұрғанмен гипс красканы жеп қояды, бұл ашық түске айналып кететін болады. Араластырдық, жақсылап араластырамыз. Түбінде анандай қою болып қалып кетпеу керек. Енді біз осыны молдымызға қазір құятын боламыз. Бісміллә деп құямыз. Қараңыздар, қорықпайсыздар, осылай құясыздар. Қараңыздар, мінекей. Енді қараңыз, бұның мынандай жеттеріне тимей қалуы мүмкін. Бұлайынан ұрасыздар, одан кейін бүйтіп қозғалтасыздар осылайынан. Сонда барлық шетіне тиетін болады. Ондай жерлерін бүйтіп қолмен ұрасыздар. Сонда барлық шеттеріне тиетін болады. Пұзырықтар. Қалғанын құямыз. Жан-жағына төгілгендер ештеңе қылмайды. Барлық шетіне тию керек, осылайынан ұрып шығасыздар. И осылай чуть-чуть қозғалтасыздар. Мінекей, енді осылай чуть-чуть қозғалтасыздар. Енді бұл бізде 10-15 минут тұру керек. Осылай. Жемен-жемен алдық, аккуратно енді листкамызды осылай шешіп алатын боламыз. Аккуратно шешіп аласыздар ғой. Салмақ-салмақ. Вау, красота. Вообще красота. Мына қараңыздар, осындай бізде шықты. Өте күшті болды. Қарасаңыздар, мына жерге осылай қойып қояйық. Қараңыздар, қандай керемет шықты.